882-ші есеп. Жеті бұрыштың қанша төбесі, қабырғасы және бұрышы бар дейді. Тік бұрыштың көршілес төбелерін, көршілес қабырғаларын атаңдар. Біріншісін қарайық. Жеті бұрыштың қанша төбесі бар? Жеті бұрышы болғандықтан оның жеті төбесі бар, жеті қабырғасы бар және жеті бұрышы бар. Екіншісі, тік төрт бұрыштың көршілес төбелерін, көршілес қабырғаларын атаңдар дейді. Бізде тік төрт бұрышымыз осылай берілген болса, бізде оны А, Б, С, Д деп белгілейік. Әр бұрышы тік болу керек. Бұның көршілес қабырғалары қандай? А, Б-ның көршілес қабырғасы ол А, Д және Б, С. Б, С-ның көршілес қабырғалары қандай? Бұл А, Б және С, Д. Немесе басқаша айтқанда, А, Б мен А, Д көршілес, А, Б мен А, С көршілес, С, Б мен С, Д көршілес, С, Д мен А, Д көршілес. Көршілес төбелерін атаңдар дейді. Бізде А мен Д көршілес, А мен Б көршілес, А мен Д көршілес. Б мен А көршілес, Б мен С көршілес. С мен Б көршілес, С мен Д көршілес. Д мен С көршілес, Д мен А көршілес. Өйткені олар бір қабырғаның бойында жатқан бұрыштардан тұрады. Үш бұрыш салыңдар, үш бұрыштың төбелерін атаңдар дейді. Бізде мынандай үш бұрышымыз болған болса, осыны салайық. А, Б, С. Бұның төбелері А, Б және С болады. Үш бұрыштардың өлшеңдері дейді. Мына жерге транспортерді қойып, мына бұрышты өлшей аласыңдар. Транспортерді былай қоясыңдар да, осы бұрышты былай өлшейсіңдер. Мына жерге де дәл солай транспортерді басын мына жерге қойып, былай транспортермен өлшей аласыңдар. Және С бұрышында дәл солай өлшей аласыңдар, транспортерді былай қойып. 883-ші есеп. 4 бұрыш, 6 бұрыш салыңдар. Салайық. 4 бұрыш салайық. Тік 4 бұрыш болуы міндетті емес, бірақ кез келген 4 бұрыш болсын. Және 6 бұрыш салыңдар дейді. Міне мынау бізде 6 бұрыш. Диагональдарын жүргізіңдер дейді. 4 бұрыштың диагональдары қайсысы болады? Бір-біріне көршілес емес екі төбеден шыққан кесінді, иә? Біздің көріп тұрамыздай мынау диагональ болады және мынандай диагональ болады. Яғни 4 бұрыштың бізде екі диагоналі болады. 6 бұрышта неше диагональ болады екен? Ол 1, 2, 3 мына төбеден шығатын. Мына төбеден шығатын 4, 5, 6 болады. Мына төбеден шығатын 7, 8 болады. Мына төбеден шығатын 9 болады. Қалғанын бәрін салған сияқтымыз, 6 бұрыштың бізде 9 диагоналі болады екен.